Осман ибн Аффаннан оған Алла разы болсын, жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам қандайда бір пенде әр күннің таңы мен кешінде Бисмиллахиллази ла ядурру ма'a исмихи шей'ун фил арди ва ла фис сама ва хуас-сами'ул алим деп 3 мәрте айтса, оған еш нәрсе зиян тигізбейді деген. Хадисті Абу Дауд және Тирмизи жеткізген. Бисмиллахиллази ла ядурру ма'a исмихи шей'ун фил арди ва ла фис сама'i ва хуас-сами'ул алим. Бисмиллахиллази ла ядурру ма'a исмихи шей'ун фил арди ва ла фис сама'i ва хуас-сами'ул алим. Есімі аталғанда жердегі және көктегі ешбір нәрсе зиянын тигізе алмайтын Алланың атымен, ол барлығын естуші, әрі толық білуші.